Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта 10-шы сынып функция тақырыбындағы тапсырмалардың шығарылуын қарастырамыз. Бірінші тапсырма бізде қосындыны табу. А, В, С, Д бүтін сандар берілген. Осы сандардың қайсы ең кіші екенін тап. Мысалы, А менен В және С менен Д арасындағы сандардың қосындысын тап дейді. Яғни бізде 15 пен 45-ке дейінгі сандардың аралығындағы сандардың қосындысын табуымыз керек, және 60 пен 80-ге дейінгі сандардың арасындағы қосындысын табуымыз керек. Программасын құрып қойдым. Бұл жерде бізге ең біріншісі функцияны құрып аламыз екі параметр үшін, яғни қосындыны табайын деп жатырық. Мысалы, x санынан бастап y санына дейінгі деген мағынада екі аргументпен функция құрып аламыз. Және біз қосындыны табатын болғандықтан алғашқы мәні 0 деп аламыз. Цикл құрамыз, и аралығымыз бізде x-тен y плюс 1-ге дейін. Өйткені бізде мысалы 10-ға дейінгі сандар болатын болса, 10-ның өзін қосып алу үшін біз плюс 1-ді жазып қоямыз. Және s-тен болады s қосылған i, ірі орынға s-ті қайтарамыз. Енді бізде мәнді бізге бір жолға жазуымыз керек болады. Сондықтан біз маппенен А, В және С, Д сандарын пернетақтадан енгіземіз бір жолға. Келесі принтке нәтижені шығарамыз, және А және В айнымалылары үшін қосынды деген функцияны шақырамыз, және С мен Д-ны бөлек шақырамыз. Енді нәтижесін қарайтын болсақ, бір жолға оқулық бойынша 15 және 45 деген сандар аралығында қосынды табу керек, және 60-80 деген сандардың арасындағы сандардың қосындысын табу керек. Бізге оқулық бойынша 45 пен 15 аралығындағы сандардың қосындысы 930, ал 60 пен 80 аралығындағы сандардың қосындысы 1470 деп нәтижені шығарып берді. Екінші тапсырманы қарастырамыз. Үшбұрыш қабырғаларын табу керек. Үшбұрыштың ұштары бүтін санды координаталарда берілген. x1, y1, x2, y2, x3, y3. Осы үшбұрыштың қабырғаларын табу керек. Бұл жерде бізге үшбұрыштың қабырғаларын табу үшін екі нүкте арасындағы қашықтықты табу формуласын пайдалану керек болады. Енді мен оның қазір программасын жазып қойдым. Бұл жерде программада бізге импорт маз модулі қажет болады, өйткені қазір біз формула жазамыз түбір астында деген. Келесі бізге функцияны құрып аламыз. Төрт аргумент үшін функция құрып аламыз. Координаттар жүйесінде берілген екі нүктенің ұзындығын анықтау формуласын жазамыз. D тең болады түбір астында x2 азайту x1-дің квадраты қосылған y2 азайту y1-дің квадратының екеуінің қосылғаны түбір астында деген формуланы жазамыз, және ретурынға осы d-ны шақырамыз. Біз бірінші оқулық бойынша x1, y1, x2, y2 және x3, y3 деген мәндерді бір жолға енгізу арқылы жазамыз. Принт арқылы біз осы функцияны бірінші x1, y1, x2, y2, яғни бір қабырғасы үшін шақырамыз, екі нүктенің аралығын табу үшін. Келесі үшбұрыштың екінші қабырғасын табу үшін, ұзындығын табу үшін шақырамыз. Келесі үшінші қабырғасын табу үшін нүктелерді жазамыз. Әрбір функцияны бөлек-бөлек шақырамыз. Енді нәтижесін қарайтын болсақ, бізде оқулық бойынша нәтижені қарайтын болсақ, 2,1 деген мәнді енгізген. Бұдан кейін келесі нүктесі 2 менен 5, келесі нүктесі 5 пенен 1. Осылай шығарған кезде бізге 4, 5, 3 деген мәнді берді. Енді бұл жерде 4 бізге негізінде бүтін сан беріліп тұру керек, бірақ бізге нақты сан ретінде беріліп тұр. Бірақ біз мына жерде int деген жазуды жазатын болсақ, онда бізге осы шыққан мәнді бүтін мәнге айналдыр деген кодты жазсақ болады. Int деп бізге. Тағы да енгізіп қарайық. Мысалы 2-де 1, 2-де 5 және 5-те 1. Сол кезде бізге 4, 5, 3 деген бүтін мәндерді шығарып берді.
Әрі қарай үшінші тапсырманы қарастырамыз. Факториал, факториалды есептеу программасын жаз. Бізге мысалы қандай да бір сан берілсе, бірден сол санға дейінгі сандардың көбейтіндісін экранға шығаруымыз керек. Мысалы, 5 деген сан берілсе, 1 мен 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісін нәтижесін экранға шығару керек. Енді осының программасын жазып қойдым. Бізде программа бойынша қандай да бір функция құрып алдық, f деп алдым аргументін, және біз көбейтіндіні табатын болғандықтан p-ның алғашқы мәнін 1 деп аламыз. Келесі міндетті түрде цикл ашамыз, и аралығымыз 1-ден f плюс 1-ге дейін. Өйткені біз енгізген санымызды қоса алғымыз келсе, онда f плюс 1 деп енгізетін боламыз. Әрі қарай көбейтудің формуласын жазамыз. P тең болады p көбейтілген i, және бізде қадам жүріп отыру үшін i тең болады i қосылған 1 деп. Және реторнға осы көбейтуді, яғни p-ны қайтарамыз. Бізге енді есеп бойынша қандай да бір санды енгізу керек болады. Сол санды енгіземіз, және экранға сол сан үшін функцияны шақыратын боламыз. Енді нәтижесін көретін болсақ, оқулық бойынша бізге қандай да бір 5 деген сан берілген, ол яғни 1 менен 5-тің аралығындағы сандардың қосындысы 120-ға тең деген нәтижені алдық. Келесі 4-ші тапсырманы қарастырамыз. 8-дік санау жүйесіне ауыстыру. Бізге А, В, С деген бүтін сандар берілген, осы сандардың 8-дік санау жүйесіндегі көрінісін баспаға шығару дейді. Жалпы 8-дік санау жүйесіне ауысатын бізде арнайы фолк деген функция бар. Осы бойынша бірінші шығарып көрейік. Мысалы, бізге оқулық бойынша 324 және 686 деген сандар берілген. Осы сандардың 8-дік санау жүйесіне ауыстырып берді. Бірақ бұл жерде мынадай алдына белгішелер салып береді. Бұл бізге қажет емес. Енді біз осыны функция түрінде шығарып көрейік. Программасын түсіндіретін болсам, бірінші біз санау, енді 8-дік санау жүйесіне ауысатын болғандықтан санау деген функция құрып алдым, қандай да бір x аргументі үшін. Және бізге қандай да бір бос жолдық тип ашу керек болады. Цикл ашамыз. Біздің циклымыз осы қандай да бір x санымыз 0-ге тең болғанша айналып жүреді. Y айнымалысын меншіктейміз. Осы берілген x санын 8-ге бөлгендегі бүтін бөлігіменен меншіктейміз қосып. Және циклды айналдырып отыру үшін x-ті 8-ге бөліп, соның бүтін бөлігін алып отырамыз. Реторнға y-ті шақырамыз. Бізге оқулық бойынша қандай да бір a және v мәндерін бір жолға енгізу керек болады. Және осы экранға санау функциясын a үшінде, v үшінде шақыратын боламыз. Енді нәтижесін көрейік. Оқулық бойынша енгізетін болсақ, бірінші бізде 324 деген мән, бос орын арқылы 686 деген екінші мәнімізді енгіземіз, және сол кезде бізге осы сандарды 8-дік санау жүйесіне ауыстырып береді. Әрі қарай 5-ші тапсырманы қарастырайық. Ең үлкен ортақ бөлгішті табу керек. Бізге a және v санды бүтін сандары берілген. Осы сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табу керек. Енді оның программасын құрып қойдым. Түсіндіретін болсам, бұл жерде біз программаны Евклид алгоритмімен жаздық. Бізге қандай да бір функция құрылады, ең үлкен ортақ бөлгішті табатын a және v аргументтері үшін. Цикл ашылады. Осы аргументтер 0-ге тең болғанша біздің циклымыз жүріп тұрады. Егер a үлкен v-дан болса, онда a тең болады a бөлінген v-ның бүтін мәні. Әйтпесе v тең болады, яғни мына шарт орындалмаса, v тең болады v бөлінген v-ны a-ға бөлгендегінің бүтін мәні. Әрі қарай біз реторнға a қосу v-ны шақырамыз. Енді біз оқулық бойынша қандай да бір екі санды енгіземіз, және экранға осы енгізген сандарымыз үшін функцияны шақыратын боламыз. Енді нәтижесін көрейік. Оқулықтағы мысал бойынша енгізетін болсақ, бізге 32 және 48 деген сандарды енгізу керек бос орын арқылы, және бізге экранға ең үлкен ортақ бөлгіші 32 мен 48-дің 16 сан деген нәтижені шығарып берді. Келесі 6-шы тапсырманы қарастыратын болсақ, жай сандар бір өлшемді кесте берілген, бізге a массиві берілген. Осы кесте элементтері арасынан ең көп нөлі бар элементті баспаға беруіміз керек. Енді бұл есептің программасын құрып қойдым. Түсіндіретін болсам, бізге қандай да бір функция құрып аламыз, біз қандай да бір функция құрып аламыз бір аргумент үшін.
бұл бізде нөлдердің санын анықтайтын функция болу керек. Нөлдердің санын анықтаймыз және ретурнға біз сол к-ның мәнін қайтарамыз негізгі программада. Енді тапсырмаға оралатын болсақ, бізде массив құрылған А массиві, және мен қасына тағы В массивін құрып қойдым. Өйткені бізде нөлдерді анықтап тұратын тағы бір массив керек. В деген, сол үшін В массивін құрып қойдым. Және Д деген, осы массив элементтерін біз өзіміз енгізуіміз керек. Өзіміз енгізген элементтермен В массивін біз нөлге толтырып қоямыз, және А массиві қанша элементтен тұрса, В массиві де дәл сондай элементтерден тұру керек. Әрі қарай цикл ашамыз. Біздің И аралығымыз И-ден Д-ға дейін болады, яғни өзіміз енгізген санға дейін болады. Әрі қарай осы элементтерді енгіземіз, және А массиві үшін элементтерді қосамыз append арқылы. Әрі қарай бізге енді тапсырманың негізгі бөлімі, оның нөлдер санын, яғни элементтеріндегі нөл санын анықтау үшін бізге цикл ашып аламыз қайтадан, бірден айдан Д-ға дейін деп. Осы нөлге құрған В массивін меншіктейміз, функциямызды шақырамыз бізге К үшін, және оны А массиві үшін шақырамыз. Бірінші біз В массивін экранға шығарып аламыз, өйткені қазір бізде А массивіндегі элементтерінде қанша нөл бар, соны бірінші экранға шығарып аламыз осы принт В арқылы. Және осы шығарған массивтің ішіндегі, В массивінің ішіндегі ең үлкенін табамыз. Оны М деген айнымалыға меншіктейміз. Арнайы max деген функция арқылы тауып тұр бұл жерде. Және осы табылған элементтің индексін анықтаймыз. Int деген айнымалыны меншіктейміз осы индекс табу арқылы M-ның. Және біз экранға осы int-ті шығаратын боламыз. Енді нәтижесін көретін болсақ, бізге оқулық бойынша 5 элементтен тұратын массив құру керек. Бірінші элементі 15-20, 1 0 бар. Екінші элементінде 0 жоқ. Үшінші элементінде 3 0 бар. Төртінші элементінде 2 0 бар. Бесінші элементінде 1 0 бар. Нәтижесін көретін болсақ, бізге мұнау жаңағы құрып берген В массиві, яғни бірінші элементінде 1 0, екінші элементінде 0 жоқ. Үшінші элементінде 3 0 бар. Төртінші элементінде 2 0 бар. Бесінші элементінде 1 0 бар деген бізде В массивін құрып берді. Және осы В массивіндегі қай элементте 0 көп, соның индексін бізге анықтап тұр. Бізде екінші индексте, яғни 0, 1, екінші индексте 3 0 бар екен. Олай болса 2 деген нәтижені шығарып берді. Енді бізде оқулықтағы нәтиже бойынша осы табылған индекстің элементін шығару керек болады. Ол үшін бізге алдына А массиві деп жазсақ болады. Енді нәтижесін көрейік. Бізге нәтижесінде 0 көп элементтің өзін экранға шығарып берді. 10-шы сынып функция тақырыбындағы тапсырмалардың 5-ші тапсырмасында ең үлкен ортақ бөлгішті табатын арнайы Python'да функция болады. Ол функцияны біз GCD деп атаймыз. Және ол импорт маз арқылы, модулі арқылы шақырылады. Енді орындап көретін болсақ, мысалы бізге 32 және 48 деген сандар берілген. Бізге 16, яғни ең үлкен ортақ бөлгішті тауып беріп тұр. Ал егер 7-ші тапсырмада бізге ең үлкен ортақ еселікті табу керек. Python'да функция бар, LCM деген. Осы функцияны жазатын болсақ, бізге ең үлкен ортақ еселікті тауып береді. 9 бен 12-нің ең үлкен ортақ еселігі 36 деген нәтижені берді. Енді осы 7-ші тапсырма бойынша АВС бүтін сандарының ең үлкен ортақ еселігін табу үшін бізге функция көмегімен табу керек болады. Ол үшін біз ең үлкен ортақ бөлгішті деген Евклид алгоритмімен тауып аламыз ең үлкен ортақ бөлгішті, және өзінің арнайы формуласы арқылы
осы а менен b-ны көбейтіп, және оны ең үлкен ортақ бөлгішіне а мен b-ның бөлген кезде бізге ең үлкен ортақ еселік шығады. Енді нәтижесін көрейік. Мысалы, оқулық бойынша 9, 12 деген сандарды енгізетін болсақ, бізге 36 деген санды берді, бірақ бізде ол нақты типпен беріп тұр. Олай болатын болса, біз мына жерге int деген жазуды жазатын боламыз. Сол кезде бізге бүтін типпен өрнектейтін болады. Мысалы, 9, 12, 36 деген нәтижені алатын боламыз.